2.000 теңгеге бір қамырдан 2 түрлі пирог дайындайтын боламыз. Мен жеңгем босанып үйіне қонақ шақырған болатын. Сол себепті осындай 2 түрлі пирог дайындап бердім. Ең алдымен дүкенге барып, барлық керек заттарды алып алдым. Оның барлығы болғаннан кейін керек заттарға менде 2.000 теңге кетті. Бөлме температурасында тұрған 200 грамм сары майдың үстінен 200 грамм қантымызды қосамыз. 2 жұмыртқамызды қосып, барлығын вилкамен біркелкі масса болғанша тоқтаусыз араластырамыз. Дайын болған массаның үстінен 1,5 шай қасық разрыхлитель, 350 грамм ұнымызды қосып, ең бірінші вилканы алып тастап, қолымызбен қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жарты сағатқа холодильникке алып қоятын боламыз. Салмасына бізге 350 грамм қаймақ, 3 жұмыртқа және де осындай вареная сгущенка қажет болады. Үстінен 2 ас қасық кукурузный крахмалымызды қосамыз да, барлығын венчикпен біркелкі масса болғанша тоқтаусыз араластырамыз. Карамельный салмамыз дайын болды. Ендігі кезекте екінші пирогтың ақ салмасын дәл сол әдіспен дайындаймыз. Тек қана бұл жерге ақ сгущенка қосамыз. Барлығын венчикпен тоқтаусыз араластырамыз да, дайын тұрған қамырымызды 2 бірдей бөлшекке бөліп аламыз да, өзімізге ыңғайлы кез келген формаға қамырымызды жайып шығып, салмағына саламыз да, 180 градуста қызып тұрған пешімізде толықтай піскенше пісіріп аламыз. Мінекей біздің 2 түрлі пирогымыз дайын болды. Дәл осындай пирогты дайындап сізді қонаққа шақыру керек. Жақындарыңызға, құрбыларыңызға міндетті түрде осы видео рецепті жіберіп қойыңыз.